Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі мен әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Бүгін жаңа бөлім қазіргі қазақ ауылы мен қаланың тыныс тіршілігі. Сабақтың тақырыбы ауылым алтын бесігім. Сабақтың мақсаты мәтінді тыңдап, тірек сөздерді табамыз, мәтіннен сын есімдерді табамыз, сұрақтарға жауап береміз. Келесі осы тақырыпқа байланысты жаңа сөздермен танысайық. Менімен бірге қайтала. Жер үйық, кіндік қаның тамған жер, ұшқан ұя, балалық шақ, табан, қора, діңгек. Бүгін балалар біз сендермен бірге сын есімнің не екенін ұғамыз. Заттың түр-түсін, сапасын, сипатын, салмағын, көлемін, дәмін, иісін білдіретін сөз табы сын есім деп аталады. Сын есім қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, үлкен, қандай, ойлы, қандай. Сын есім негізгі сын есім және туынды сын есім болып бөлінеді. Ешбір қосымшасыз негізгі түбір күйінде жұмсалатын сын есім негізгі сын есім деп аталады. Қара, таза, биік, ал туынды сын есім басқа сөздерден жұрнақ арқылы жасалған сын есім. Кешкі, к қосымшасы арқылы туынды сын есім жасалып тұр. Ауылдық, дық қосымшасы арқылы туынды сын есім жасалып тұр. Сын есім мағынасына қарай сапалық сын есім, қатыстық сын есім болып бөлінеді. Сапалық сын есім заттың түр-түсін тікелей анықтап, негізгі түбір сын есімнен жасалады. Көк шөп, жақсы адам, қызыл алма. Бұл жердегі көк, жақсы, қызыл деген сөздер сапалық сын есім. Ал қатыстық сын есім зат есім, есімдік, етістік, үстеуге сын есім тудыратын жұрнақтар жалғанып, туынды сын есім жасалады. Оны қатыстық сын есім дейміз. Мысалы, ауылдық жер, дық қосымшасы арқылы жасалып тұр. Өнерлі бала, түбірі өнер, лі қосымша. Сын есім зат есімнің алдынан келеді. Мысалы, биік шың, аласа тау. Сын есім септелмейді, тәуелденбейді, көптелмейді. Сын есімнің септік, тәуелдік, жіктік жалғауларын қабылдаса, зат есімге айналады. Мысалы, үлкенге, кімге. Сын есімге тән қосымшалар шырай жұрнақтары. Олар лау-леу, дау-деу, тау-теу, рақ-рек, ырақ-ірек. Келесі балалар, мәтінді тыңдап, мәтіннен 5 тірек сөз тауып жаз. Мәтінді оқып, 4 сын есім теріп жаз. Сын есімдермен сөйлем құра. Қазақта ауылым алтын бесігім деген сөз бар. Әркімге өзінің туған жері үйік. Біздің дүниеде жалғыз еліміз, жеріміз бар. Ол қазақ елі. Жалғыз отанымыз Қазақстан. Отаныңды сүю, отаныңа деген сүйіспеншілік отбасыңнан, кіндік қаның тамған жерден, алтын ұшқан ұяңнан басталады. Менің де ұшқан ұям дәл осы жер. Балалық шағы өткен жерін адам еш уақытта ұмытпайды. Біздің ауыл табан тірер жеріміз, тұғырымыз. Ауыл халық руханиятының алтын діңгегі. Келесі балалар, айтылым, сұрақтарға жауап бер. Сенің туған жерің қандай? Сен ауылда немесе қалада тұрасың ба? Ауыл туралы не білесің?
осы сұрақтарға жауап береміз. Олай болса, балалар, сабағымызды қорытындылайық. Біз мәтінді оқыдық, мәтіннен сын есімдерді таптық, мәтіннің ішінен тірек сөздерді таптық. Осымен, балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.